Бәріне сәлем, сізбен адвокат Таир Насханов және мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін мен сіздерге Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты жауапкершілік туралы айтамын. Егер сізді осы тақырып қызықтырса, арнада қалыңыз. Мұнда заң саласындағы білімдерін ізді көтеруге болады. Қорыта айтқанда, сыбайлас жемқорлық ол қызметтік өкілеттікті өз пайдасына асыра пайдалану. Сыбайлас жемқорлық көптеген нысандарда кездеседі. Ол пара алу, қоғамдық тұтынуға арналған тауарлар мен қызметтерді заңсыз иемдену, тамыр-таныстық, жеке бас мүддесі үшін заңдар мен ережелерді әзірлеуге ықпал ету. Бұлардың барлығы құқық бұзушылық пен қызметтік теріс әрекеттердің жиі кездесетін мысалдары. Сыбайлас жемқорлық ол зұлымдық. Мұны бәріміз білеміз. Біздің елде белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу кезінде пара алған үшін айыппұлдан бастап мүлкін тәркілеу арқылы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қылмыстың жасалу ерекшеліктерін әрқашан ескеру қажет. Қылмысты адамдар тобы алдын ала сөз байласу бойынша айтарлықтай мөлшерде, аса ірі мөлшерде бірнеше рет жасауы мүмкін. Яғни қылмыстың сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін әрқашан ескеру қажет. Осыған қарап, әрине қылмыстың бір түрін жасаған үшін жазалар да әртүрлі болуы мүмкін. Бейнероликтің тақырыбы бойынша толық кеңес алғыңыз келсе, видеоның соңында көрсетілген нөмірге жазылуыңызға болады. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бейнероликке немесе бизнесті қорғауға қатысты сұрақтарыңыз болса, түсініктемелерде жазыңыз. Ал мен оларға жауап беруге тырысамын. Лайк басып, YouTube арнама жазылыңыздар.